Барлықтарыңызға сәлем достар, каналыма қош келіңіздер. Бүгін сіздерге өте дәмді, жұп-жұмсақ болып шығатын пирогтың жасалу жолын ұсынамын. Құрамына майонез қосылып жасалады. Жылдам дайындалады, әрі оңай жасалады. Дәмі тіл үйіретін, дастарханыңыздың сәнін ашатын пирогты сіздер жасап көріңіз. Видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Бізге керекті заттардың барлығын видеоның астына описанияға жазып қалдырамын. Ең алдымен ыдысымызға жұмыртқаны саламыз. Сонан соң қантты саламыз. Ванилинді саламыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Бөлме температурасында тұрған жылы майонез бен жұмыртқаны пайдаланамыз. Ендігі кезекте ұнға қопсытқышты саламыз. Араластырамыз. Ұнды алдын ала електен өткізіп дайындап алдым. Сонан соң ұнның барлығын салып, жақсылап араластырамыз. Менің каналымда басқа да пирогтардың жасалу жолдары бар, қарап көріңіздер. Келесі кезекте майонезді саламыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп қойыңыздар. Алда бұйырса көптеген тағамдардың жасалу жолдарын салатын боламын. Осымен қамырымыз дайын. Мен тағы да дәмдірек болу үшін мейіз саламын. Қаласаңыз кез келген кептірілген жеміс немесе жаңғақ салсаңыздар болады. Бұлай жасау міндетті емес, тіпті ештеңе салмасаңыздар да болады. Мейізді салғаннан кейін силиконды лопаткамен араластырамыз. Дайын болған қамырды формаға құямыз. Мендегі форманың диаметрі 22 см. Кез келген форманы пайдалануға болады. Алдын ала қызып тұрған пеште 170 градуста 30-35 минут пісіріп аламыз. Піскен-піспеген ағаш таяқшамен тексереміз. Мінекей достар, өте дәмді, жұп-жұмсақ болып шығатын пирогымыз дайын. Жылдам дайындалады, оп-оңай жасалады. Менің отбасыма өте қатты ұнады, сіздерге де ұнайтынына сенімдімін. Дәмі тіл үйіретін, дастарханыңыздың сәнін ашатын пирогты сіздер жасап көріңіз. Осы видео ұнаса достар, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Ақшолпан.